Қайырлы күн оқушылар. Математикадан кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кері тригонометриялық функциялар. Сабақты жүргізетін мен Жақсылық Мұхаммедқали Нұрғалиұлы. Жалпы кері тригонометриялық функциялар бізде төртеу білесіздер. Арк синус, арк косинус, арк тангенс, арк котангенс. Яғни арк деген сөз кері деген сөз. Түсінді ме? Синусқа, косинусқа, тангенске, котангенске кері функциялар. Әдетте бізде білесіздер, тригонометриялық функцияда бізде белгілі бір бұрыштар немесе радианмен беріледі. Біз соның сол бұрыштағы радиандағы сандық мәнін табамыз. Ал енді бұл жерде керісінше бізге сандық мәні беріледі, сол қандай бұрыш екенін немесе қандай радианға тең екенін біз табуымыз қажет. Бізде төрт тригонометриялық функция бар. Арк синус, арк косинус, арк тангенс, арк котангенс. Бірінші қараңыздар, y тең арк синус функциясы. Арк синус функциясы бізде қараңыздар, негізгі қасиеттері анықталу облысы минус 1 мен 1-дің арасында, мәндері облысы минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2. Арк синус функциясы бізде тақ функция, яғни арк синус минус x ол тең минус арк синус x. Түсінді ме, оқушылар? Келесі арк синус функциясы минус 1 мен 1-дің арасында бір сарынды өспелі функция, негізгі қасиеттері. Келесі арк косинус функциясы. Арк косинус функциясының негізгі қасиеттері. Бірінші, анықталу облысы минус 1 мен плюс 1-дің арасында, мәндері облысы минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2. Функция жұпта тақта емес, себебі арк косинус минус x ол тең пи минус арк косинус x. Функция минус 1 мен плюс 1 кесіндісінде бір сарынды кемімелі функция болып табылады. Бір сарынды, мені графинен көріп тұрсыздар, бір сарынды кемімелі оқушылар. Және үшінші функция арк тангенс, яғни тангенске кері функция. Негізгі қасиеттері анықталу облысы минус шексіздік пен плюс шексіздік, яғни барлық нақты сандар жиыны r. Мәндері облысы минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2. Арк тангенс функциясы бізде тақ функция, яғни арк тангенс минус x ол минус арк тангенс x. Және функция бір сарынды өспелі функция, яғни минус шексіздік пен плюс шексіздіктің арасында бір сарынды өспелі функция. Байқап тұрсыздар, кемімен. Және төртінші функция бізде y тең арк котангенс функциясы. Негізгі қасиеттері арк котангенсінің анықталу облысы минус шексіздік пен плюс шексіздік, барлық нақты сандар жиыны, мәндері облысы 0 мен пидің арасы, оқушылар, 0 мен пидің арасы. Мына жерде көрмеген, мына дұрыс түспепті. Мына бізде координаталы жазықтық қой. Мына 0, мына нүкте бізде пи бөлінген 2, мына бізде пи, оқушылар. Яғни 0 мен пидің арасы мәндері болса, функция тақта жұпта емес, жалпы жағдайдағы функция, яғни арк котангенс минус x ол дегеніміз пи минус арк котангенс x. Мына жерде арк котангенс оқушылар. Және функция бір сарынды кемімелі болып табылады. Бір сарынды кемімелі. Енді қараңыздар, кері тригонометриялық функциялардың арасында байланыстар. Жалпы кері тригонометриялық функциялар арасында 16 байланыс бар. Яғни 4 функция болатын болса, бірінші синус x, арк синус x, ол бізде x-ға тең. Синус арк косинус x ол тең. Түбір астында 1 минус x квадратқа тең. Үшінші синус арк тангенс x, ол деген x бөлінген 1, түбір астында 1 қосылған x квадрат. Келесі төртінші синус арк котангенс x дегеніміз ол 1 бөлінген түбір астында 1 плюс x квадратқа тең болады. Дәл сол секілді косинус арк косинус x-ға тең, косинус арк синус x ол тең, түбір астында 1 минус x квадрат, косинус арк тангенс x 1 бөлінген түбір астында 1 плюс x квадрат, косинус арк котангенс x ол тең x бөлінген түбір астында 1 плюс x квадратқа. Келесі төрттік тангенс арк тангенс ол x-ға тең, тангенс арк синус x ол x бөлінген түбір астында 1 минус x квадратқа тең, тангенс арк косинус x ол түбір астында 1 минус x квадрат бөлінген x-ға тең, және тангенс арк котангенс x ол 1 бөлінген x.
Және соңғы төрттік катангенс арк катангенс x бізде x-қа тең. Катангенс арк синус x ол 1 бөлінген, түбір асты 1 минус x квадрат бөлінген x-қа тең. Катангенс арк косинус x ол дегеніміз x бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат. Катангенс арк тангенс x ол 1 бөлінген x-қа тең екен. Оқушылар енді негізгі бір дәлелдеу өнерлерін көрсетейін. Бұл қайдан шықты, қайдан келді? Ең басты сіздер мынаны жаттап алсаңыздар болды. Яғни синус арк синус функция және оған кері функциясы ол аргументтің өзін береді. Косинус арк косинус тоже x. Тангенс арк тангенс және катангенс арк катангенс x. Бұл да бізде яғни функция және өзіне кері функция болатын болса, ол аргументтің өзін береді. Түсінікті ме? Яғни жай ғана мысал, синус арк синус 3-тен 1 болатын болса, оны біз жай ғана 3-тен 1 деп жаза салуға болады. Түсінікті ме? Енді келесі қараңыздар, синус арк косинус қайдан шықты? Синус арк косинус. Ол үшін оқушылар, біз синус дегеніміз не ол? Біз білеміз. Синус альфа дегеніміз ол түбір асты 1 минус косинус квадрат альфадан. Дұрыс па? Демек, мына синусты біз не деп аламыз? Түбір асты 1 минус косинус квадрат. Альфаның орнында бізде не тұр? Арк косинус x тұр. Сонда бұл дегеніміз түбір асты 1 минус косинус арк косинус x ол бізде x те береді, квадратпен x квадрат. Демек бізде екінші форманың дәлелдеуі осылай қорытылады. Және мына жерден де косинус арк синусы дәл солай қорытылады. Келесі, синус арк катангенс, синус арк тангенстер қалай табылады? Ол жерде оқушылар, мына жерде қараңыздар, кері функция арк тангенс, демек мына синусты тангенспен жіктеу керек деген сөз. Түсінікті ме? Мына жерде синусты катангенспен жіктеу деген сөз. Өйткені арк катангенс деген сөз. Оларды да қалай жіктейсіз? Қараңыздар, бізде бір қосылған катангенс квадрат x ол 1 бөлінген синус x береді, дұрыс па? Синус квадрат x. Осы жерде синус x табатын болсақ, ол тең түбір асты 1 бөлінген 1 плюс катангенс квадрат x. Онда синус арк катангенс x ол дегеніміз 1 бөлінген түбір асты, алында түбір асты бірден 1 шығады, бөлімде 1 плюс катангенс квадрат x-ің орнына арк катангенс x қоя саласыздар. Арк катангенс x квадрат. Сонда бұл 1 бөлінген 1 қосылған катангенс арк катангенстен x шығады, квадратпен квадрат x квадрат. Ненің астында? Түбірдің астында. Төртінші формула. Тура осылай 1 бөлінген тангенс квадрат ол бізде 1 бөлінген косинус квадрат, сол жерден косинусты тауып есептейтін болсаңыздар, косинус арк тангенс x ол 1 бөлінген x квадратты береді. Енді қараңыздар, бізде тангенспен өрнектейтін болсақ, катангенсті ашу үшін біз не істейміз? Тангенсті тангенске айналдыра саламыз. Сонда катангенс дегеніміз ол 1 бөлінген тангенс қой. Мына жерге 1 бөлінген тангенсті қойсақ, тангенске байланысты функция шығады. Сонда менде қараңыздар, жаңа айттым, синус x дегеніміз ол 1 бөлінген түбір асты 1 плюс катангенс квадрат x болса, егер тангенспен жіктейтін болсақ, онда ол бізде тангенс x бөлінген түбір астында 1 плюс тангенс квадрат x деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Сонда енді қараңыздар, мына жерде x-тің орнына мен арк катангенсті синус арк тангенс x-ті ашу үшін мен не істеймін? X-тің орнына жай ғана арк тангенс деп қоямын. Сонда арк тангенс мына жерде. Содан менде x, сонда тангенс арк тангенс x бөлінген түбір асты 1 плюс тангенс квадрат арк тангенс x тең x бөлінген түбір асты 1 плюс x
квадрат. Түсінді ма? Осылай қорытылады. Синус, косинустарда. Енді котангенстер жеңілдеу болады. Котангенстерді бір екеуін көрсетіп жіберейін. Өйткені тангенс қалай дәлелденсек, котангенс те тура солай дәлелденеді, оқшар. Котангенс қалай дәлелденсек, тангенс те тура солай дәлелденеді. Енді тангенс арк котангенс бізге түсінікті деп ойлаймын. Себебі тангенсті бір бөлінген котангенс деп алатын болсақ, бір бөлінген котангенс арк котангенс x ол тең бір бөлінген x. Ал енді тангенс арк синусты қалай ықшамдаймыз? Тангенс арк синус. Тангенс деген бізде ол синустың неге қатынасы? Косинусқа қатынасы. Аргументтің орнында бізде кім тұр? Кері функция тұр, иә? Демек, аргументтің орнында арк синус x-тің арк синус x-ға қатынасы. Синус арк синус x ол бізде x береді, ал косинус арк синус x ол түбір асты 1 минус x квадрат. Неке, осылай дәлелденеді, оқшар. Мына формулалардың бәрі осылай дәлелденеді барлығы. Ашсаңыздар. Енді біз қазір негізгі формулалар қорытуды үйренгеннен кейін енді біз есеп шығарайық. Осы тақырыптарға бірінші есептеңіздер дейді. Неке, арк синус 2-ден 1. Оқшар, арк синус 2-ден 1 деген біз қалай түсінеміз? Синус қандай градуста 2-ден 1-ге тең деген сөз. Кесте бойынша біз білеміз. Арк синус 2-ден 1, яғни синус қандай градуста 2-ден 1 мәнді қабылдайды? Ол бізде, оқшар, синус қанша градуста 2-ден 1-ге тең? 30 градус, яғни пи бөлінген 6. Түсінді ма? Келесі, 2 арк косинус түбір асты 2 бөлінген 2. Демек, 2 деген ол коэффициент, өзін жазып аламыз. Және арк косинус түбір асты 2 бөлінген 2. Яғни косинус түбір асты 2 бөлінген 2-де неше градус? Ол 45 градус, яғни пи бөлінген 4. Ықшамдайтын болсақ, пи бөлінген 2. 90 градус. Яғни радианмен немесе градуспен оқшар. Так, бізде пи бөлінген 3, бізде 30 градус. Мынаны немесе 90 градус деп жазуға болады. Келесі, арк тангенс минус 1. Жаңа айттым, тангенс бізде тақ функция. Сондықтан минусы қайда шығады? Алдына шығады. Арк тангенс 1. Ол минус. Арк тангенс 1. Тангенс қандай градуста 1-ге тең? 45 градус, яғни пи бөлінген 4. Сонда жауабы минус пи бөлінген 4. Бұл есептің жауабы. 3 арк котангенс минус түбір асты 3 бөлінген 3. Біз білеміз, арк котангенс ол жұпта тақта функция емес. Жұп функцияға да, тақ функцияға да жатпайды. Жалпы жағдайда функция 3. Яғни минустан құтылу үшін біз не істейміз? Оқшар, пидан азайтамыз. Пи минус арк котангенс түбір асты 3 бөлінген 3. 3 көбейтілген пи минус арк котангенс түбір асты 3 бөлінген 3. Котангенс қандай градуста түбір асты 3 бөлінген 3-ті қабылдайды? Әрине ол 60 градус, яғни пи бөлінген 3. Ара есептейміз, 3 көбейтілген. Пидан пи бөлінген 3 алатын болсам, 2 пи бөлінген 3 шығады. 3 пен 3 қысқарады, сонда бізде 2 пи. Немесе бұл 360 градус деп жазсаңыздар да болады. Түсінікті ғой. Ары қарай келесі есепті қараймыз. Екінші есеп, синус арк косинус 5-тен 3. Яғни кері тригонометриялық функциялардың арасында байланысқа берілген есеп. Синус арк косинус болған кезде оқшар біз білеміз. Яғни бізде арк косинус демек, синусты немен жіктеу керек? Косинуспен жіктеу керек. Яғни синусты косинуспен жіктейтін болсақ, ол дегеніміз бізде не? Еске түсірейік. Синус арк косинус x ол бізде түбір асты 1 минус x квадрат. Енді қараңыздар, бізде x-ның орнында кім тұр? 5-тен 3 деген сан тұр. Бөлшек. Демек, x-ның орнына келіп қоя саламыз. Түбір асты 1 минус x-ның орнына 5-тен 3-тің квадраты. 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9. 1-ден 25-тен 9 алатын болсам, түбір асты 25-тен 16. Одан түбір шығаратын болсам, 5-тен 4. Екінші есеп, косинус арк тангенс 4-ке тең. Демек, біз бұл жерде қай форма саламыз? Косинус арк тангенс x. Косинус арк тангенс x-ның формасы бізде 1 бөлінген түбір астында 1 плюс x квадрат.
Онда x-тің орнында бізде 4 деген сан тұратын болса, әкеп қоятын болсақ, 1 түбір асты 1 плюс 4-тің квадраты. Сонда 1 бөлінген түбір асты 17. Егер иррационалдықтан құтылатын болсаңыздар, так, мына жерде 17. Иррационалдықтан құтылатын болса, ол түбір асты 17 бөлінген 17-ге тең. Үшінші есеп. Синус арк синус минус 3/1. Қараңыздар. Ең алдымен оқушылар, бізде арк синус минус 3/1 деген сөз ол. Арк синус минус 3/1-ден құтылып алайық. Арк синус минус 3/1. Бізде синус қандай функция? Арк синус деген тақ функция, сондықтан минус қайда шығады? Алдына шығады. Минус арк синус 3/1 деген сөз. Сонда, мына есеп. Синус минус арк синус 3/1. Енді синустың өзі бізде тақ функция болғандықтан, оның да минус қайда шығып кетті? Алдына шығарып жібереміз. Минус синус арк синус 3/1 тең минус қанша? 3/1. Келесі, тангенс арк косинус 13/5. Формуланы еске түсірейік. Тангенс арк косинус x дегеніміз бізде оқушылар. Түбір асты 1 минус x квадрат бөлінген x. Енді x-ің орнында бізде 13-тен 5 деген сан тұр ғой. Демек, орнына әкеп қоя саламыз. 1 бөлінген 13-тен 5-тің квадраты бөлінген 13-тен 5 тең 13-тен 5-тің квадраты 169-дан 25. Бірден азайтамыз 169-дан 25-ті. Сонда бізде не шығады? Қашан айтымыз? 169-дан 144 шығады. Бөлінген. Ары қашан айтым болсақ, оқшар түбір асты 169-дан 144-тен бізден 13-тен 12 шығады. Көбейту. Оны 13-тен 5-ке бөлеміз, яғни бөлген кезде біз 5-тен 13 болып айналып шығады, дұрыс па? Сонда 13 пен 13 шығарады да 5-тен 12. Немесе бұл дегеніміз 2,4 екен жауабы. Демек, осымен есеп шықты. Түсінікті ғой, оқушылар. Ары қарай келесі есепті қарайық. Синус 2 арк косинус 3/1 дейді. Жақсы. Енді қараңыздар. Мынаны мен альфа деп алатын болсам, бұл менде синус 2 альфаның формасын береді. Ал синус 2 альфа дегеніз 2 синус альфа косинус альфа деген сөз. Демек, мен есептейтін болсам, 2 синус альфаның орнында кім тұр? Арк косинус 3/1. Демек, 2 синус арк косинус 3/1 көбейтілген косинус арк косинус 3/1 тең 2 көбейту. Синус арк косинус 3/1 ол бізде түбір асты 1 минус 3/1-дің квадраты, яғни 9-дан 1 көбейтілген косинус арк косинус 3/1 ол бізде не береді? 3/1 де береді. Сонда есептесек 2 көбейтілген 1-ден 9-дан 1-ді азайтсам 9-дан 8, түбірден шығаратын болсам 9-дан 3 шығады, 8-ден 2 түбір асты 2 шығады. Көбейтілген 3/1. Сонда бізде бұл бөлімде 9 болады, алымында 4 түбір асты 2 болады. Келесі есеп. Тангенс 3 бөлінген 2 плюс арк тангенс 7. Енді қараңыздар оқушылар, бұл жерде есепті шығарған кезде 3 бөлінген 2 ол бізде келтіру формасына келеді ғой. Тангенс 3 бөлінген 2 болған кезде ол атын өзгертеді. Кімге өзгертеді? Котангенске өзгертеді. Демек, котангенс арк котангенс 7 деген сөз. Бірақ енді 3 бөлінген 2 қосу 3 бөлінген 2 деген ол 270. Оған қандай да тағы бір арк косинус арк котангенс бұрышты қосып жатыр. 270-ке біз қосатын болсақ, біз қай шелекке келеміз?
төртінші ширекке келеміз. Ал төртінші ширектен таңесінің таңбасы бізде минус болғандықтан алдына кімді қоямыз? Минусты қоямыз. Сонда минус каттаңес арк каттаңес 7 дегеніміз ол минус нешеге тең? 7-ге тең. Келесі, косинус арк синус 5-тен 4 қосылған арк синус 18-ден 7. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл есепті шығарған кезде қараңыздар, арк синус 5-тен 4-ті альфа деп алайын, арк синус 17-тен 18-ді бетта деп аласылайын. Жақсы ма? Ары қарай есептейтін болсам, онда косинус альфа плюс беттан формасына келеді. Бұрыштардың қосындысын формасына, яғни қосылмасына. Ашам, косинус альфа плюс косинус беттан формасын еске түсіріп оқшар. Косинус альфа плюс бетта дегеніміз бізде. Косинус альфа көбейтілген косинус бетта минус синус альфа көбейтілген синус бетта. Дұрыс па? Онда бұл формаменде косинус альфа дегеніміз арк синус 5-тен 4 көбейтілген косинус бетта дегеніміз арк синус 17-ден 8 минус, мына жағы жалғасайын, минус синус альфа, яғни арк синус 5-тен 4 көбейтілген синус бетта, яғни арк синус 17-ден 8. Есептейміз, косинус арк синус, яғни косинус арк синус болған кезде біз түбір асты 1 минус x квадрат формула бойынша. Түбір асты 1 минус 5-тен 4-тің квадраты 25-тен 16. Көбейтілген косинус арк синус 17-тен 18. Тура солай. Түбір асты 1 минус x квадрат, яғни 17-тен 18-дің квадраты 17-дің квадраты 289, 8-дің квадраты 64. Минус синус арк синус болған кезде ол x-тің өзіне тең, яғни 5-тен 4. Көбейтілген синус арк синус 17-тен 8 дегеніміз ол 17-тен 8-дің өзіне тең. 1-ден 25-тен 16 алсақ 25-тен 9 шығады, 25-тен 9-дан 5-тен 3 шығады. Көбейту. 1-ден 289-дан 64 азайтатын болсақ, 289-дан 225 шығады. Одан бізде 17-тен 15 шығады. Азайтылған, мына жерде көбейте салайық, оқшар 5-тен 4-ке 17-тен 8-ді қысқаратындар жоқ, сондықтан 85-тен 32. Тең, 5-тен 3-ке 17-тен 15-ді көбейтетін болсақ, 85-тен 45, азайтамыз 85-тен 32. Тең, 85-тен 45-тен 85-тен 32-ді азайтамын, ортақ бөлімге уже келіп тұр, сондықтан алымдарын азайта саламын. Бөлімдер сақталады. 85-тен бізде қанша? 13. Мінекей есептің жауабы оқшар. Бізде соңғы есептің жауабы 85-тен 13 шығады. Жақсы. Оқушылар, осымен кері тригонометриялық функцияларға арналған сабағымыз аяқталды. Сабағымыз бәрімізге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта жүзгенше сау болыңыздар.